Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін медовый торттарға, булочкилерге, сонымен қатар эклерге қолдануға болатын өте дәмі керемет болып шығатын қайнатпалы кремді дайындаймыз. Бұл жай ғана қайнатпалы крем емес, бұл лимонның дәмі келтіріп тұратын өте дәмді, сонымен қатар қолжетімді заттардан дайындалатын қайнатпалы крем. Ол үшін алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, үстінен қантымызды салып, барлығын бір келкі масса болғанша араластырамыз. Кремнің барлық мөлшерін описание бөлімінде қалдырамын. Лимон дәмі бар крем болғандықтан мен тек қана лимонды пайдаланамын, ванилин қолданам десеңіздер өз еріктеріңіз. Енді осыған 2 қасық ұнымызды саламыз және аздап жылы сүтімізді қосып, барлығын түйіршігін жазып, бір келкі масса, сұйық масса болғанша араластырамыз. Сүттің аз ғана бөлігін құямыз, қалған бөлігін осылай отта жылытып қоямыз. Енді осы жылы сүтімізге жаңаға жұмыртқалы массамызды аз-аздан құя отырып, үздіксіз араластырып отыратын боламыз. Оттың астын орташа қойған дұрыс, егер қатты болса асты күйіп кетуі мүмкін. Осылай енді бұрқылдап қайнап бастаған кезде отты өшіріп, лимонның цедрасын қосуға болады. Мен лимонның цедрасын кейіннен қостым. Одан ешқандай дәмі өзгеріп кетпейді. Енді кремді осылай таза ыдысымызға құйып аламыз. Лимонның тек қана сары бөлігін осылай үкіштен өткізіп аламыз. Мен жарты лимонның ғана сыртын осылай өткізіп алдым. Енді осы лимонның цедрасын жаңағы ыстық креміміздің үстіне салып, араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы майымызды да осы цедрадан артынша салып, жақсылап араластырып аламыз. Яғни сармай толықтай еріп кетуі керек. Көріп тұрғандарыңызда кішкене сұйықтау, толықтай суыған кезде ол кішкене қоюланады. Бұндай крем барлық жаңағы мен айтып өткен балды тортқа, эклердің ішіне, сонымен қатар лакомка булочкасына өте керемет үйлеседі, дәмі де өте керемет болып шығады. Бұл кремге мен ұнды пайдаландым. Егер де жүгері крахмалын пайдалансаңыздар, дәмі бұдан да дәмді болып шығады. Медовый тортқа өте керемет үйлеседі. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта шығатын жаңа рецепттердің барлығы сізге көрініп тұратын болады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын.